жыл Ұлы Абайдың 175 жылдығымен ұлағатты ұстаз, тіл жанашыры Қанипа Омарғалиқызы Біттібаеваның 75 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Біле білген адамға бұл жай емес шығар. Себебі адамдық қасиеттің эталонына айналған Ұлы Абайдың Абай жолын, адамдық қасиеттерін, қазақ әдебиетін дәріптеп өткен бірден бір тұлға Хан апам еді. Хан апамның бір әдемі сөздері әлі күнге дейін жадымда жаңғыруда. Апам айтып отырушы еді: адам өміріндегі ең қиын нәрсе ол адам болып қалу. Адам өміріндегі ең қиын нәрсе адам болу. Сондықтан ең бірінші мақсаттарың сендердің адам болу деп отырушы еді. Шын мәнінде сол бір сөздердің мағынасын жете келе түсініп жатырмыз. Егер де өмірде бір нәрсеге бүгінгі таңда қол жеткізетін болсақ та, сол Хан апамыздың біздің өмірімізде еңбегі өлшеусіз. Әрдайым есімізге түсіп отырады. Сағынамыз. Бұл кісінің менің өмірімдегі орны орасан зор. Жүрегімнің түкпірінде орны бөлек. Мен өзім ойлаймын, бұндай кісілер ғасырына бір-ақ рет қана туады. Қазақ даласының маңдайына біткен үлкен бір шоқ жұлдыздар. Себебі бұндай адамдардың алдарынан жүздеген мыңдаған түлектер түлеп ұшып, бүгінгі күні қазақ даласының мүддесі үшін, қазақ мемлекетінің мүддесі үшін еңбек етіп жатыр. Әр осындай бір түлектің жадында апамның адам бол деген сөзі таңбадай басылған. Тілек жолдаушы, сәлем беруші Бабышев Бекжан Мейрамбекұлы, Астана қаласы әкімдігінің өндірістік техникалық бөлімі және абаттандыру бөлімінің басшысы.